Сәлем, бүгін 112-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі етістік. Мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтаймын. Тірек сөздерді пайдаланып, әңгіме құрастырамын. 34-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Елден алғыс алғанмын. Мен бағбанмын, бағбанмын. Бақ қызығы керек пе? Кел, балақай, көмекке. Адамға тән шыдам күш. Балаға тән ұнамды іс. Бағбан бала атансаң, айтам саған мың алғыс. Енді сұрақтарға жауап берейік. Өлеңде кім туралы айтылған? Бағбан туралы айтылған. Оған ат қой. Бағбан. Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Негізгі ой бағбанның еңбегі туралы. 35-ші жаттығу. Жас бағбанның есіне тақырыбындағы нұсқаулықты әрі қарай жалғастырып көр. Бірінші нұсқаулық. Үстіңе қозғалуға ыңғайлы киім ки. Бас киім киюді ұмытпа. Екінші нұсқаулық. Еңбек құралдарын қалай пайдалануды үлкендерден сұрап ал. Үшінші нұсқаулық. Құрал-саймандармен жұмыс жасағанда абай бол. Төртінші нұсқаулық. Қолайсыз ауа райында баққа кірме. Бесінші нұсқаулық. Жұмыс аяқталғанда еңбек құралдарын орнына қой. Құрастырған нұсқаулықтан дара және күрделі етістіктерді тап. Бұл жерде дара етістіктер ки, бол және қой. Енді күрделі етістіктер киюді ұмытпа, сұрап ал сөздері. Күрделі етістіктер. 36-шы жаттығу. Жұмбақты көркем жаз, шешуін тап. Шөпшілердің шөбін шашты. Қалпағымды ала қашты. Жұмбақтың шешуі жел. Етістіктердің астынсыз дара күрделі екенін айт. Шашты. Бұл дара етістік. Ала қашты. Бұл күрделі етістік. 37-ші жаттығу. Тірек сөздерді пайдаланып, тақырып бойынша әңгіме құрастырып жаз. Тақырып сотқар мысық. Тірек сөздер мысық, кірпі, көзі шалып қалды, қасына тақады, қозғалта алмады, арқасынан салып қалды, қан саулады, әзер жетті. Сотқар мысық. Орманда ойнап жүрген мысық кірпіні көзі шалып қалды. Мысық кірпіні қорқытайын деп қасына тақады. Алдыңғы аяғымен кірпігінің арқасынан салып қалды. Мысықтың аяғынан қан саулады. Мысық аяғын қозғалта алмай, дәрігерге әрең жетті. Дене жарақаты кезінде көрсетілетін алғашқы көмек нұсқаулығын құрастырып көр. Ол үшін біріншіден, екіншіден, үшіншіден соңында сөздерін қолдануды ұмытпа. Дене жарақаты кезінде көрсетілетін алғашқы көмек нұсқаулығы. Біріншіден, денені қатты қозғалтпау. Екіншіден, қанды тоқтату. Үшіншіден, зиянды бактериялардан қорғану құралдарын дұрыс пайдалану. Соңында жарақатты таңып қою. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.